Сәлеметсіздер ме оқушылар? 31-ші сабақ элементтерінің саны бірдей жиындардың бірігуі көбейту. Бүгінгі сабақта сіздер көбейту амалымен танысатын боласыздар. Бірінші есеп практикалық жұмыс жиындардың бірігуі. Үстелдің сол жағында 2 дөңгелек пен 2 тіктөртбұрыш жатыр. Үстелдің оң жағында 2 үшбұрыш пен 2 шаршы жатыр. 2 дөңгелекті үстелдің ортасына қарай қой, қалған фигураларды 2-2-ден қоюды жалғастыр дейді. Біз бұл жерде 2 қосылған 2 қосу 2 тең болады 8. 2-2-ден сен неше рет қойдың? Біз бұл жерде өрнек түрінде жазып, яғни 8 рет қойылғанын анықтадық. Немесе ықшамдап 2 ықшамдап 4-тен болады. Екінші есеп суреттерге қараймыз. Бұл жерде әр жиында 3 элементтен бар екен. Барлығын табу үшін 3 қосу 3 қосу 3 тең 9, немесе көбейту амалымен 3 көбейту 3 тең 9 деп аламыз. Екіншісінде де әр жиында 4 элементтен бар, яғни барлығын қосқанда 12, немесе көбейту амалымен 3 көбейту 4 тең 12 элемент деп алуға болады. Үшінші есеп бұл жерде көбейту амалымен 5 көбейту 5 тең 25 теңге, екіншісінде 100 көбейту 3 тең 300 теңге деп көбейту амалымен аламыз. Төртінші есепте 3 сөренің әрқайсысында 4 доптан бар. Сөрелерде барлығы неше доп бар? Яғни 4 допты 3 сөреге қосамыз. Яғни 4 қосу 4-тен 12 болса, 4 көбейту 3-тен 12, сөрелерде барлығы 12 доп бар. Бесінші есеп бұл жерде біз өрнектерді құрып аламыз және олардың мәнін табамыз. 80 азайту 35 қосылған 18 тең болады 63. Алтыншы есеп азайту амалымен шығарылатын теңдеулерді көшіріп жазамыз және оларды шешеміз. Жетінші есеп өрнек құр және оның мәнін тап. 4 жиынның әрқайсында 5 заттан бар. Оларды бір жиынға біріктір. Жиында енді неше зат болды? Яғни бірінші жиындағы 5 затты, екінші жиындағы 5 затты, үшінші жиындағы 5 затты және төртінші жиындағы 5 заттың барлығын қосқан кезде бізде 20 зат шығады. 8-ші есеп бірліктерін қосқанда 10, ал ондықтарын қосқанда әртүрлі бір таңбалы сан шығатындай етіп, 2 таңбалы сандардың 3 қосындысын жаз. Олардың мәнін тап, қосуды азайтумен тексер. Бұл жерде 13 қосу 17-тен 30, яғни 3 пен 7 бірліктері 3 пен 7 қосқан кезде 10 шықты, және ондықтары 1 мен 1, ойдағымен 3 шықты, яғни бір таңбалы сан шықты. Бұл жерде 13 пен 17 екеуі 2 таңбалы сан, және олардың мәнін тауып 3 қосындыдан жазып шықтық, және азайтумен тексер.